Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Бүгін мен сіздерге секретный материалы сериалындағы Дом сериясы туралы айтып беретін боламын. Кішкентай Хоум қалашығында әйел өте қиналыспен бала туады. Далада түн найзағай соғып тұр. Босануды физикалық ақауы бар 3 ер адам қабылдайды. Нәресте дүниеге келгенде олар оның да ақауы бар екенін түсінеді. Оны далаға апарып көміп тастайды. Осы уақыт арасында ішіндегі бір ер адам көзіне жас алады. Күндіз сол алаңда жергілікті балалар бейсбол ойнауға жиналады. Доп Пикок отбасының аумағына ұшып барады, бірақ балалар оған кіруге батылы бармады. Хоумдағы барлық адамдар Пикок отбасымен араласпаған дұрыс екенін біледі. Ойын барысында бір бала жақында нәресте жерленген жерде тұрып қалады. Ол кроссовканың тұмсығымен жерді шұқып жатқанда сол жерден баланың жаңа қаны мен қолы шығады. Бала қорқып кетті, ал қалған балалар оған айқайлай бастады. Жергілікті шериф Энди Тейлор оқиға туралы білгеннен кейін ФБР-мен байланысып, бюро үйге 2 агент жібереді. Малдер және Калимен бірге. Олар оқиға орнын қоршап алып, баланың қабірін зерттейді. Скали оқиғаның суретін салумен айналысып жатқанда, Малдер өзінің алаңсыз балалық шағы туралы естеліктерге бой алдырды. Ол сенімді болды, егер жұмысы болмаса, ол осы жерге қоныстанған болар еді. Осы уақыт ішінде оларды ағайынды Пикоктар бақылап отырды. Олардың үйі осы жерге жақын жерде болды. Агенттерге шериф қай жерге келгендерін түсіндіру үшін келеді. Хоумда бәрі бір-бірін біледі. Ешкім түнде есіктерді құлыптамайды. Тіпті шериф өзімен бірге қару алып жүрмейді. Малдер мен Скалли ағайынды Пикоктар туралы сөйлескенде, шериф Тейлор олардан жауап алудың пайдасы жоқ екенін түсіндірді. Физикалық жарақаттардан басқа олар психикалық ауытқулармен дүниеге келген. Тіпті егер олар бірдеңе көрсе де, олар бұл туралы айтпайды. Пикок отбасы бұл үйде азаматтық соғыстан бері тұрады, және содан бері олардың өмір салтында ештеңе өзгерген жоқ. Соңғы уақытта олардың отбасында болған жалғыз нәрсе ағайындылардың ата-аналары қайтыс болған жол апаты. Тіптен шерифтің өзі нақты білмейді. Өйткені ағайындылар жараланған ата-аналарды үйге сүйреп апарады, одан кейін оларды ешкім көрмеген. Шериф Тейлор сонымен қатар агенттерге түсіндіреді, олардың қалаға келгенінен ештеңе өзгергенін қаламайды. Ол мұнда өмірдің қалай баяу жүретінін жақсы көреді. Алайда нәрестені өлтірушілерді табу қажет, сондықтан шериф агенттерді баланың денесін тексере алатындай етіп, өз кеңсесіне шақырады. Кездейсоқ келушілер бұл процедураны көрмеуі үшін шериф серіктестерін дәретханаға жібереді. Тексеріс барысында Скали нәрестеде көптеген туа біткен ақаулар бар екенін анықтайды. Ол оның әкесі ағайынды Пикоктардың бірі болуы мүмкін деген болжам жасайды. Бірақ олардың үйінде әйел адам жоқ еді. Сондықтан олар жыныстық инстинктке сүйене отырып біреуді ұрлап кетуі мүмкін еді. Егер солай болса, байғұс әйел әлі де олардың үйінде. Мүмкін босанғаннан кейінгі асқынулардан зардап шегеді және оны тез арада құтқару керек. Агенттер олардан жауап алу және жағдайды тексеру үшін ағайындылардың үйіне барады. Бірақ үйде ешкім болмай шығады. Олар кіре алмайды, өйткені бұл үшін ешқандай себеп жоқ. Сондықтан Малдер қонақ бөлмені тексеріп, қанның іздерін байқайды. Скали үйдің ішінен қанды үстелден қайшыны тауып алады. Сонымен қатар қабірді қазғандағыдай күрек және де баланың қабірінің қасынан табылған етіктің ізін де тауып алады. Алайда Скали де Малдер де еденнің астында әйелдердің көздері оларға қалай қарайтынын байқамайды. Мотельге оралғанда Скали шерифке соңғы ақпараттарды білу үшін қоңырау шалады. Тейлор ағайындыларды тұтқындауға ордерлерді дайындайды, сонымен қатар олардың үйінің ауласынан табылған көлік туралы ақпарат іздей бастайды. Ол сондай-ақ үйден үнемі мұнда келушілер қалдырған тастанды көліктер табылатынын растады. Скаллимен сөйлескеннен кейін шериф револьверін шығарып, оны тексереді. Бірақ содан кейін ол қаруды қайтадан қорапқа салады. Сол күні кешке ағайынды Пикоктар ағаш таяқшаларды алып, көлікке мініп Тейлордың үйіне барады. Біреудің келе жатқанын естіген шериф жұбайынан төсек астына жасырынуын өтінді. Ал өзі револьвердің артынан барады, бірақ ол оны алуға үлгермеді. Үйінің есігі құпталмаған болатын, және ағайындылар ішке еркін кірді. Содан кейін шериф шкафтан таяғын алып өзін қорғауға дайындалды. Бірақ ол таяқтан шыққан соққылар ағайындыларға зиянын тигізбеді. Олар Энди Тейлорды жатын бөлмесінде сойылмен соқты, одан кейін тағы бір адамның иісін сезеді. Төсекті аударып шерифтің әйелін де өлтірді. Таңертең шерифтің көмекшісі Барни Пастер Пикок ауласынан табылған көлік туралы ақпарат беру үшін келеді. Және де бастығымен оның әйелін өлі күйінде тауып алады. Содан кейін ол агенттерді шақырды. Олар келгенде Пастер оларға нәрестенің ДНК сараптамасының нәтижелерін берді. Құжаттарға сәйкес нәрестені дүниеге әкелген әйел Пикок отбасынан болуы керек.
Алайда олардың апа сіңлілері де анасы да жоқ болатын. Ол ресми нұсқаға сәйкес апаттан қайтыс болды. Жағдайды талқылағаннан кейін Малдер мен Скалли ағайындыларды тұтқындауға шешім қабылдады. Оларға Барни Пастер ерікті көмектесуші болды. Осы уақытта Пикоктар үйінде агенттердің келуіне дайындық басталды. Ағайындылар төсек астында ұстайтын бір әйел оларға көп ұзамай бейтаныс адамдар үйлеріне келетіндерін ескертті. Агенттер мен шерифтің көмекшісі үйге келгенде олар сауыт киіп, Пикоктардың үйіне Пастер бірінші болып алға шықты. Ағайындылар аулада жүреді, бірақ бейтаныс адамдар келгеннен кейін олар үйге кірді. Шерифтің көмекшісі Пастер үйге кіруге тырысқанда, тұзақ іске қосылып ол қайтыс болды. Малдер мен Скалли мұқият әрекет етуге шешім қабылдады. Олар ағайындыларды үйден шығарып, ішке кіріп ұрланған әйелді босату үшін бірікті. Олар шошқа қорасын ашады, шошқалар қаша бастайды, ал ағайындылар оларды ұстауға жүгіреді. Осы уақытта агенттер тұзақтарды айналып өтіп үйге жасырынып кіреді. Олар төсек астынан Пикоктар сияқты туа біткен ақаулары бар әйелді табады. Скалли бұл әйелдің үш ағайындының анасы екенін түсінеді, өйткені ол отбасылық фотосуреттерде бар болатын. Апаттан кейін әйел енді жүре алмайды. Ұлдары жараларын тігіп, оны солай емдеп алған. Және ол оларға кейінірек далаға көмілген сәбиді дүниеге әкелді. Малдер мен Скалли әйелді үйден күшпен алып кете алмайтынын түсінеді. Өйткені ол өз еркімен осында және қатты қарсылық көрсетеді. Алайда ағайындылар қазірдің өзінде 3 адамды өлтірді. Сондықтан оларды тұтқындау керек. Скалли әйелді ұлдарын әділеттіліктің қолына беруге көндіруге тырысады. Ал Малдер оларды қадағалап отырады. Пикок ханым ұлдарын берілуге көндіргісі келмейді. Ол ұлдарымен мақтанады және шериф пен оның әйелінің өліміне өкінбейді. Сондықтан Малдер мен Скалли қылмыскерлермен өздері күресуге мәжбүр. Олар үйге кіргенде Малдер ауаға қарай атып ескерту жасайды. Содан кейін ағайындыларға оқ жаудырады. Тек оқтар оларды өлтіре алмайды, олар Малдерді ұстап алып өлтіруге тырысады. Содан кейін Скалли пайда болады және оның қолында анасы бар екенін айтады. Ағайындылардың бірі анасына қарай асығады, сөйтіп өзінің тұзақтарының біріне түсіп өледі. Екінші ағасын Малдер өлтіреді, ал үшіншісі Пикок ханмен бірге жоғалады. Малдер бүкіл үйді тінтеді, бірақ анасы мен ұлының ізін таппады. Скалли полицияға қоңырау шалуға мәжбүр болды, сөйтіп олар барлық жолдарды жауып, Пикоктардың із-түзсіз жоғалып кетуіне жол бермеді. Осы уақытта Пикок ханым мен оның соңғы ұлы жол жиегіне тоқтады. Әйел жүксалғышта болатын, ал ұлы болса оған қарай барады. Әйел оны Пикоктардың отбасын жалғастыруға көндіреді, өйткені оның ағалары қайтыс болды. Олардың саны көбейген сайын олар өз үйлері деп атай алатын жаңа орын табады. Осы уақытта ұлы багажниктен шығып рөлге отырады және түн ішінде кетуге жолға қарай тартады. Серия осылай аяқталады. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналды қолдап жазылып коммент қалдыруларыңызды сұраймын. Келесі кездескенше.